Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Қош келдіңіздер каналыма. Бүгін сіздермен Айгүл Қалиқызы. Бүгін сіздерге творожный булочка жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Жылы сүтімізге қантымызды қосып, ашытқымызды қосып, бір араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды қосып, әрі бір жұмыртқаның сарысын қосып, сұйық майымызды құйып, тағы да бір қабат жақсылап араластырамыз. Жақсылап електен өткізіп алған ұнымызды екіге бөліп араластырамыз. Ары қарай қолымызбен басып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды осылай жұмсақ қып басып алған соң, ыдысымызға салып, бетін салафанмен жауып, әрі жылылап, 40-45 минутқа қойып қоямыз. Ары қарай ортасына салмасын жасаймыз. Оған бізге керегі творог, сметана және манка керек болады. Үшеуін араластырып, жақсылап блендерменен езіп аламыз. Салмамызды осылай жақсылап бір келкаға безіп алған соң, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағына қантымызды қосып, бір келка әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Осылай жұмыртқаның ағы мен қантын жақсылап әппақ қып араластырып алған соң, дайындап қойған творогымыз екеуін бірге қосып араластырамыз. Осымен ортасына салатын салмамыз дайын. Оны бір шетке қоя тұрып, ары қарай қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайғанда 4 бұрышты қылып жаямыз. Қалыңдығын 3-4 мм қылып, ұзындығы мен енін 40-40 см қылып жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды 10-10 см қылып 4 бұрышты қылып кесіп аламыз да, бір ас қасық толтырып салмамыздан ортасына толтырамыз. Қамырымыздың 4 жақ үш бұрышынан алып, жақсылап бір-бірін біріктіріп, батрушкелерімізді ары қарай түйе береміз.
Дайындап түйіп алған батрушкаларымызды пергамент қағазы төселген противнімізге салып, бетін салафанмен жауып, тағы да 7-8 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. Бір жұмыртқамызды жақсылап езіп алып, дайындап қойған батрушкаларымыздың бетін айбатлап майлап аламыз. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай өте әдемі, өте жұмсақ, әрі өте дәмді батрушкаларымыз дайын. Міндетті түрде осындай творожный батрушканы жасап көріңіздер. Осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын творожный булочка, творожный батрушкаларды міндетті түрде жақындарыңызға жасап қуантасыздар деген ойдамын. Батрушкамыздың бетін қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп әрлеп қойсаңыздар болады. Құрметті көрермен, бүгінгі көрсеткен рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі видео рецептімде кездескенше сау болыңыздар.